Каспий теңізінің қаралтынмен парапар байлығының бірі балық. Оның ішінде қызыл балық атауын алған бекіре тұқымдастары. Ежелгі замандардан сақталып келе жатқан осынау құнды балықтың саны соңғы 30 жылда 25 есеге кеміген. Бекіренің түбіне адамдардың қанағатсыздығы жететін түрі бар. Бүгінгі таңда қателікті түзеудің жалғыз жолы қалып дейді ғалымдар. Ол бекіре балығын қолдан өсіру тәсілі. Атырауда осы мақсатта жұмыс істеп жатқан екі бірдей мемлекеттік мекеме бар. Олар жылына 7 миллион дана шабақ өсіріп, жабайы табиғатқа жіберумен айналысады. Соның тең жартысын, яғни 3,5 миллионын Жайық Атырау бекіре балығын өсіру зауыты дайындайды. 16 жылдан бері бұл зауыттарда бекіре тектес балықтардың негізінен шоқыр, қорытпа, ақсүйрік деген түрлері өсіріліп келеді. Нәтижеде баршылық. Аулап отырған балықтардың түріне қарағанда тек қана осы зауыттардың, екі зауыттың шығарған шабақтарына содан өскен балық деп есептеуге болады. Мысалы, шоқыр балығы толықтай сол осы зауыттардың өсірген балықтарынан шыққан. Биылғы көктем балық өсірушілер үшін өте сәтті маусым болды. Ұрық алу үшін теңізден арнайы ауланатын бекіре балықтары ауға көптеп түсті. Жергілікті өндірістік кооперативтердің көмегімен ауланған бекірелердің арасында 200 келіден артық салмақ тартатындары да бар. Аталықтың сүті мен аналық бастың уылдырығы сауылып алынысымен олар өскен ортасына кері жіберіледі. Өйтпеске амал жоқ. Себебі бұл балықтарды одан ары қарай қолда ұстауды зауыттың материалдық техникалық базасы көтермейді. Ай, жолым болсын, айналай. Ал егерде бізде жаңағы құрылғыларымыз болып озығы деп аталады, сонан қызан құрылғы снабжение. Ондай болса, бұл балықтарды мүмкін біз өзімізге тірілей алып қалып, болашақтағы да келешекте оның арғы жылдарына тамақтандыру арқылы, күту арқылы ұстап пайдаға асырар едік. Яғни табиғи балықтарға көп тәуелді болмас едік. Биологиялық жолмен сауылып алынған тұқым, яғни уылдырықтар арнайы зертханаларда мамандардың күні-түні бақылауының арқасында 2 аптадан соң шабаққа айналады. Если хорошая икра, то значит Егер тұқымдық уылдықтардың сапасы жақсы болса, одан өсіп шығатын шабақтардың өмір сүруге қабілеті мол болады. Яғни жабайы ортада тез өсіп жетіліп, жыртқыштардың азуынан да аман қалуға септігі тиеді. Сондықтан сапалы ұрықтарды ғана алуға тырысамыз. Биыл сапалы тұқым алуға мүмкіндік молынан туды. Осының арқасында бір зауыттың өзі 60 келіге жуық уылдырық алған. Бұған соңғы жылдары мықтап қолға алынған балық қорғау шарасының да септігі тиді. Көктем күз айларында құқық қорғау органдары бірлесіп дәстүрлі бекіре операциясын жүргізеді. В этом году биыл 4 бірдей министрліктің күш құралдары біріктірілді. Осындай қырағылықтың арқасында балықтарды уылдырық шашу маусымын ойдағыдай атқарып шықтық. Қатаң тәртіп арқасында заңсыз балық аулаушылар биыл анағұрлым азайды. Қыстай әзірленіп шыққан зауыт мамандары ерте көктемнен бері тынымсыз еңбек үстінде. Қазір науқанның нағыз қызған шағы. Жабайы табиғатта өмір сүру жасына жеткен шабақтардың алды міне Жайық өзеніне жіберіле бастады. Қабылдау комиссиясы тоғандардағы балықтардың саны мен сапасын тексеріп, қорытындысын шығарды. 90-ға жуық бекіре тұқымдастарының ірі балықтарын ұстауға қол жеткіздік. Оның ішінде ең ірі және ең үлкен болып саналатын қорытпа балығының 2 аналығын 4 аталған ұстауға қол жеткізіп, одан 2 миллионға жуық ұрықталған уылдырық алып, тап бүгінгі міне орта салмағы 7 граммнан көп болатын ірі жизнестойкий жаңағы бекіре тұқымды балықтар шабақтарын сол өзінің табиғи мекендік ортасына жіберуге дайынбыз. 364. 2 ай бұрынғы уылдырық міне бүгін 5-10 граммға жетерлік шабақтарға айналды. Жалпы бекіре тұқымдас балықтардың өмір сүруі өте баяу әрі қауіп қатерге толы келеді. Соның ең қауіптісі адамдар. Осындай қуғын сүргіннен аман қалған балықтардың 2-3% ғана кері оралады екен. Қарапайым тілмен айтқанда, әр 1000 балықтан 15-20 балық қана өскен ортасына кері оралады. Осындай тәсілмен Атыраудағы 2 зауыт 16 жылдан бері жылма-жыл 7 миллион дана бекіре шабақтарын өсіріп, Жайық өзені арқылы Каспий теңізіне жіберіп, бағалы балық тұқымын сақтап қалуға салмақты үлес қосып келеді. Қыруар еңбектің нәтижесі де енді көріне бастағандай. Өйткені Каспийде кездесетін 5 түрлі бекіре балығы тегіне қарай алды 5-7, соңғы 12-15 жылда өсіп толысып, аталық аналық жасқа жетеді.
Міне сол қолдан өсірілген майда шабақтар бүгінде ұрпақ өрбіту үшін өскен ортасына оралып жатқан жайы бар.